Асқазан ойық жарасы язвы болса, бұл жай ғана жара емес. Көп адамдар оны жай гастрит деп жүре береді, бірақ шын мәнінде себептері өте тереңде. Асқазанда хеликобактер деген пилори бірден бір себепші осы. Сонымен қосымша стресс, дұрыс емес тамақтану, сонымен кейін шектен тыс дәрі қолданған кезінде осы язваға алып келеді. Белгілері қандай болады? Аш қарында ауырсыну, сонымен қатар қыжыл пайда болады, тамақтанғаннан кейінгі ауырлық сезім, асты дұрыс құртылмауы, әлсіздіктің, асқа деген тәбетінің жоқтығы. Ең қауіптісі симптомдар болмауы да мүмкін. Сол кезде әбден жараның ұлғайып өскен кезде ғана білінуі мүмкін. Ішіңізде не болып жатыр? Яғни шырышты қабат жұқараттағы қышқыл оны зақымдайды. Ол үшін не істеу керек? Бір ғана дәрі ішіп, ауруды басып отырудың дұрыс емес ол. Ең маңыздысы жүйелі түрде бірінші диагностика құрып, содан кейін себебін жою керек, соны қалпына келтіру керек. Мен өзім тәжірибемде жүйелі тәсілдер қолданып отырмын. Яғни жоғарғы санатты дәрігер, онколог, гепатолог, трансплантолог Жұмабек Рамазан Нашановтың ұсынып отырған бірінші протоколын қолданам. Яғни сонда асқазан қызметі реттеледі, қабыну азаяды, ас құрту жақсарады, яғни жара бірден кетеді. Нәтиже өте жоғары. Бұл дәрі емес, бұл табиғи өнім. Егер өзіңізде осы белгілердің біреуі болатын болса, онда ұзаққа созбай дерекке асқазан деп жаза кетіңіз. Мен сізге оның қадамдарын қалай қолдану керек екен, соның протокол жайында толық ақпарат беремін.